Қайырлы күн, құрметті бұқарат ақпарат құралдарының өкілдері. Сіздермен мен жүздесуге өте қуаныштымын. Айта кетсек, Атамекен одағы бүгінгі еліміздегі ең үлкен кәсіпкерлер одағының ең үлкені болып келеді. Жалпы елде 800-ге жуық кәсіпкерлердің мүддесін құрайтын салалық немесе жергілікті ассоциациялар бар. Соның ең үлкен белсенділері 140-қа жуық салалық және регионалдық ассоциациялар Атамекеннің құрылтайшысы болып келеді. Атамекен негізгі мақсаты билік пен кәсіпкерлердің арасындағы байланысты орнату. Сол байланыс арқылы кәсіпкерлердің мүддесін қорғау, кәсіпкерлерді дамыту мәселелерін шешу. Атамекеннің 10 шақты өздеріңізге қазір ақпарат таратылады. 10 шақты негізгі стратегиялық бағыттары бар. Оны айта кетсек, ең бастысы біз кәсіпкерлерге ыңғайлы жағдай жасау. Осы тұрғыда біз кәсіпкерлерге қатысты заң жобалары мен нормативті актілерге сараптама береміз. Өткен жылы 1700-ден астам осындай нормативтік актілер, заң жобалары келіп түсті бізге. Оның 60%-на жуығына біз өзіміздің ойымызды жеткіздік, сынымызды айттық. Осы негізгі жұмысы болып келеді. Осыған көптеген біздің эксперттердің жұмысы жүгірленген. Барлық облыс орталықтарында біздің филиалдарымыз бар. Айта кетсек, қазір мүмкіншілігімізге қарап біз шағын қалалар мен аудан орталықтарында ашуға да кірісіп жатырмыз. Осы жұмысты жергілікті жерде күшейту мәселесімен, әсіресе шағын орта бизнестің, ауылды шалға жердегі кәсіпкерлердің жағдайын көтеру. Тағы басқа да салаларды айта кетсек, ол салық саласы бар, кедендік одақ саласы бар. Сосын кәсіпкерлердің алдындағы административтік барьерлер бар. Бұл салада көптеген жұмыс жүргізіп жатырмыз. Өздеріңізге таратқан ақпараттан оның анық біле аласыздар. Ал қазіргі біздің Атамекен одағы, Атамекенге біздің мүшелеріміздің жалпы кәсіпкерлердің үлкен үмітте жүрміз. Өйткені жаңа айтып кетті менің алдымдағы спикер, елбасының өткен жылы еліміздің халқына жолдаған Қазақстан 2050 стратегиялық бағытында жан-жақты кәсіпкерлікті қолдау мәселесі негізгі бағыттың бірі болып анықталды. Сондықтан кәсіпкерлердің үміті үлкен. Меніңше осы жыл, осы кезең кәсіпкерлікті дамытудағы бір өте ыңғайлы да өте бір тарихи кезең деп айта аламын. Өйткені біздің жалпы үкіметпен бірге өткен жылы жасаған жұмысымыз елбасының тапсырмасымен ұлттық біздің кәсіпкерлер палатасын құру мәселесі нақты саяси шешім қабылданды. Елбасы оны бәрімізге жеткізді. Сондықтан осы жылдың аяғына дейін заң қабылданады деп отырмыз. Ол туралы да сұрақтарыңыз болса, мен анық-қанығын айта кетемін. Ең бастысы кәсіпкерлердің басын біріктіру. Кәсіпкерлердің басын біріктіре отырып, жаңағы кері байланысты кәсіпкер мен биліктің күшейту. Сол палатаның барлық өкілдігі ең бастысы аудан орталығында ашылайын деп отыр. Сондықтан 170-ке жуық аудан орталығының бәрінде осы палатаның өзінің өкілдігі филиалдары қамтиды. Ондағы істейтін эксперттер сол жердегі шағын орта бизнеске, әсіресе ауыл жердегі, шалға жердегі азаматтарға жан-жақты көмек көрсетеді. Ол көмек тегін көрсетіледі. Алғашқы 5 жыл өтпелі кезең болып отыр. Ол өтпелі кезең ішінде негізгі мүшелікті тек үлкен және орта компаниялар төлейді, шағын бизнес толығынан босатылады. Сондықтан оларға осындай сервис жұмыс көрсетіледі. Елбасының тапсырмасы сол, алдымен шағын кәсіпкерлерге бұл палатаның пайдалығын көрсетейік. Одан кейін 5 жылдан кейін барып, ол шағын кәсіпкерлердің осы мүшелікке қатыса ма, қатыспай ма, оны өзінің палатаның сейді шешетін болады. Тағы да көптеген бұл палата заң жүзінде болғандықтан, заң жүзінде кәсіпкерлердің мүддесі қолданылады. Ал осы палатаға үкімет тарапынан көптеген функциялар берілейін деп отыр. Айта кетсек, мынау Казнекс Инвест сияқты мекемелердің функциялары, яғни экспортты қолдау, қазір мына кедендік саладағы, кедендік одақтағы әсіресе үлкен түйінді мәселелер, егер осы палатаның бірде-бір жауабы болайын деп отыр. Біздің қазақстандық кәсіпкерлердің бәсекелестігін арттыру, осы кедендік одақ құрамында осы бәсекелестікке төтеп беру, осы бәсекелестікте ұтып жеңіп шығу мәселесі. Ал тағы да айта кететін бір мәселе, бұл кәсіпкерлердің палатасына 30-дан жуық функция беріледі. Әсіресе жергілікті жердегі палатаның өкілдеріне жергілікті әкімшіліктермен жұмыс істеу. Орадағы бюджетке қатысты конкурстар бар. Сосын берілетін жер мәселесі бар. Әртүрлі кәсіпкерлікке беретін түрлі қағаз жүйелер, осының барлық комиссияларына біздің регионалдық палатаның өкілдері қатысып, осы байланыс арқылы шешетін деп отыр. Сондықтан үлкен үміттеміз, үлкен күтудеміз, үлкен жұмыс атқарылайын деп отыр. Сондықтан біз кәсіпкерлердің қазіргі осындай үміті үлкен деп айта аламын. Жалпы барлық региондардағы барып жүрген кездесулерде филиалдардан келіп жатқан ақпаратқа қарасақ, негізгі қазір ойландырып жатқан мәселе мына несие мәселесі. Сондықтан сол несиенің қазір қымбаттылығы,
және соған керекті кепілдіктің қиындығы табудың. Сондықтан егер қаржы көздері шешілсе, қазір көптеген біздің азаматтарымыз осы шағын орта бизнеске араласуға дайын. Осы туралы біз өздеріңіз айтып кеттіңіз. Өткен аптада Атамекен форум атты біз диалогтық өзіміздің жүргіздік эксперттермен пікір алмасуда. Оның шешімін біз ұлттық банк пен үкіметке жібердік. Бұл мәселе өткен жылғы жаз айында елбасының кездесуде де көтерілген, елбасының тапсырмасы бар. 1 июльге дейін осы жылдың жаңа қаржы саясатындағы жаңа құралдар туралы біз өзіміздің пікірімізді енгізу керек. Біздің ойымызша қазіргі өндіріс көзін ашатын, сауда емес, өндіріс көзін ашатын шағын орта бизнес даму үшін ұзақ мерзімге берілетін және бағасы төмен проценттен берілетін несие керек. Кемінде 7-8 жылға дейін, ал проценттік мөлшері 5-6%-дан аспау керек. Мұндай қаражатты қазір біздің банкілердің жағдайын өздеріңіз білесіздер. Мына дағдарыстан кейін әлемдік нарыққа шыға алмай отыр. Немесе әлемдік нарықтан келетін қаржы көздері өте қымбат болып отыр. 9-10%-ға, ол 9-10% алғаннан кейін банктер өздерінің де жаңағы шығаратын шығындары бар. Сондықтан 14%-ға дейін жетіп отыр. 14%-мен өндіріс көтеру өте қиын. Сондықтан біздің ойымызша бұндай қаражатты қазір тек үкімет тарапынан ғана беріле алады. Сондықтан осындай мәселе көзделуде. Өздеріңіз байқасаңыздар, біздің осы тұрғыда айтқан бірден-бір ойымыз кеше үкіметте өткен аптада қабылданған ауыл шаруашылық саясатына арналған бағдарламасында енгізілді. 300 миллиардқа жуық осындай көмек берілетін болды. 5-6%-ның көлемімен бұл меніңше үлкен жетістік дейміз. Бұл мәселені біз өткен жылдан бастап ауыл шаруашылық министрінің Атамекеннің жиынына шақырып, сонда осы мәселені талқылау бастағанбыз. Ақыры осындай жеңіске бізде ойымыз сол 1 июльге дейін біздің осы айтқан ойымызды үкімет те ұлттық банкте алдыға алып отырып, осыған бір тұжырымға келеміз. Өйткені ол өте бір өзекті мәселе болып отыр. Шағын орта бизнес дамытсақ, бізге қаржы көзін шешу керек. Біз осы тұрғыдан өзіміздің ойларымызды жеткіздік. Қазір үкіметпен, ұлттық банкпен жұмыс тобын құрып, осы жұмыс тобы жұмысқа кіріседі деген үміттеміз.